Сәлем бәріңізге. Бүгін сіздермен корейский салат жасайтын боламыз. Рецепті описанияға жазып қоямын. Осы бойынша сіздер де жасап көріңіздер. Бізге салатқа ең бірінші осындай капуста керек. Капусталарымызды турап аламыз. Достар, біздің каналға подписаться кнопкасын басып, қоңырау белгіні басып, видеоға лайк қойыңыздар. Астына комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Міне капусталарымызды осылай төртбұрыштап турап аламыз. Оның үстіне тұз қосып, және уксусымызды қосып, 20 минутқа холодильникке қойып қоямыз. Енді біз сәбіздерді осылайынан теркадан өткізіп аламыз. Ұзынша етіп. Үстіне чесногымызды қосамыз, және көк пиязды қосамыз. Дәл осы видеодағыдай етіп турап аламыз. Енді тәтті қызыл бұрышты жіңішке етіп тураймыз. Осылайынан бірнеше бөлікке бөліп турап аламыз. Енді ашты қызыл бұрышымызды ұсақтап турап аламыз. Өте аштыны қаламасаңыз, аздау қосуға болады. Бірақ бұл салатымыз ашты салат болып шығады. Енді қиярымызды дәл осы видеодағыдай етіп үшбұрыштап тураймыз. Енді туралғандардың барлығын бір ыдысқа салып, қызыл бұрыш, паприка, перец қосып, қара перец қосып, үстіне соусымызды қосып, қайнап тұрған сұйық майымызды үстіне құямыз да жақсылап отырып араластырамыз. Міне көріп тұрғандай, біздің салатымыз дайын. Енді холодильникке қалдырған капустамызды алып, үстіне қосып, жақсылап отырып, салатымызды араластырамыз. Міне көріп тұрғандай, салатымыз тез арада дайын болып шықты. Дәмі енді өте дәмді болады. Сіздер де осылай жасап көріңіздер.